Сәлем достар, сіздерге бүгін өте пайдалы әрі оңай жасалынатын котлеттің рецебімен бөлісемін. Бізге қажетті заттар: тартылған ет, цветная капуста, ұн, жұмыртқа, тұз, қара бұрыш және де сарымсақ. Қажетті мөлшерін описание бөліміне көрсетіп қойдым. Алдымен цветная капустаны осылай бөліктерге бөліп аламыз, блендердан өткізуге ыңғайлы болу үшін. Капуста, жұмыртқа, сарымсақты салып, бір келкі болып езілгенше блендердан өткіземіз. Свежий сарымсақтың орнына кептірілген, ұнтақталған сарымсақты қоссаңыздар да өте дәмді шығады. Ал енді үлкендеу ыдысқа тартылған етті салып, үстіне дәміне қарай тұз, қара бұрыш саламыз. Үстіне езілген капуста және де ұнды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осындай консистенцияда шығады. Енді котлеттерді жасаймыз. Әрбір котлетті жасар алдында қолыңызды кішкене сулап алсаңыз, жабыспай әдемі формада шығады. Противенге пергамент қағазын төсеп, котлеттерді қойып шығып, 200 градуста шамамен 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Котлеттер өте дәмді, сочный, күшті болып шығады. Ешқандай да май қосқан жоқпыз. Еттің өзінің майы шығып пісті. Цветная капуста өте пайдалы екенін білесіздер. Балаларыңызға осы котлетті жасап берсеңіздер, қуана-қуана жеп алады. Қасына қалаған гарнир жасасаңыз болады. Мен картоп пюресімен жасадым. Өте күшті, дәмді болып шықты. Қараңыздаршы, қандай сочный болып шықты. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Назым. Каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий жазып қалдырып кетіңіздер. Баршаңызға ас болсын.